Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Мен бүгін сіздерге бетке жағатын маска жасаймын. Ол масканың құрамын өз ойымнан құрастырдым және өзіме бірінші рет жағып көрейін деп тұрмын. Сондықтан сіздерге мен боялмаған, тап-таза кожамның бетін қазір түсіремін. Онымен қоса маска жаққаннан кейінгі бетімді көрсетемін. Қандай өзгерістер болатынын сіздермен бірге көреміз. Соған керекті заттар: бір жұмыртқа, кукурузный крахмал бір қасық қосам, кішкентай шай қасықпен, сода бір қасық қосайын деп тұрмын, шай қасықпен тоже, мынандай бір қасықпен шай. Сосын 2 долька лимон кесігі. Осылардың бәрін біріктіріп, бірінші рет маска жасайын деп тұрмын. Бетке ол қандай маска болады білмеймін. Ылғалдандыра ма, құрғата ма, ағарта ма, әлде басқа бір өңге кіргізе ма, ол жағын білмеймін, бірінші рет істеп тұр. Сондықтан өзім бетіме жағудың өзі қорқынышты болып тұр маған. Ал ендеше кеттік, бастайық. Сода кукурузный крахмал салып жатырмын, бір қасық. Араластырып алайын. Мына лимонды қысып салып жіберейін. Бұлшылдамай. Артыр дейін. Артыр дейін. Жаңағы 2 лимонды салып едім, мынандай көбіктер пайда болдынан қараңыздар. Көбік прямо. Қазір енді бұл. Мен бұны сразу жақпайтын шығармын, стаканнан асып кетейін деп тұрмын. Кішкене араластырып алайын, сосын 2 лимонның қабығын алып тастайын. Сосын не болатынын көреміз. Мына стакан толып кетті, қараңдар. Бір жұмыртқа, бір қасық кукурузный крахмал, бір қасық сода, 2 доля лимон қостым. 2 долька долямыз. 2 тілім ғой қазақшасы. 2 тілім лимон қостым. Соның бәрін араластырғанда нандай масса шықты менден, қараңыздар. Көбік прям. Енді бұл қалай болады екен, қазір көреміз. Бетке